микрофон. Антикордан біреулер бар ма? Кім бар? Антикордың өкілдері. Жаныңыз ағалардан сұрасаңызшы. Жауап берсеңдер сендерден сұрап тұр ғой. Қайда антикордан? Алма, сен айттың ғой антикордан. Есекпен келе жатыр ма? Сіздер жауап берсеңіздерші. Қайда антикорлар? Сен активистер тектіңдерші. Алма, сен беріп отыр алдыға. Сен бұлерде ұйымдастырушысың. Әр жаққа, оның кейін жаңағы УВД-нің өкілі керек деді. Қараша, онда баста берек аға, олар келгенше. Келсін, бәрі келсін. Шақыртыңыздар звондап. Дұрыс, қаттырақ сөйлеңдер. Тамақ ішіп бөлмеген адамсыңдар. Сөйлейін деушілерге. Микрофон алдында қатты сөйлеңдер. Сөйлейін дейтіндерге. Сөйлейтіндерге беріп отырыңыз. Жоқ, олар келекте. Тағы оларды жарты сағат тосып отқанда бастай бермейміз ба деп отырдың ғой. Иә, бастай ДВД-нің бастығы генерал қайтыс болып кетті ғой, орнына адам тағайындалған жоқ әлі. Енді оның замы былай жұмыс істеп жатқан кісілер бар. Келетін шығар? Енді ұйымдастырып атқан адамдар шақыртып деді ғой. Ұйымдастырып атқандар адамдар. Олар тосып отқанда бастай бермейміз деп отырдың. Бастай Қазір айнала қалмасын. Сабыр сақтайық, сөге тәртіп сақтайық. Кешіріңіздер, бәріміз мына мәселе келсек шалдымен. Жиынды бастардың алдында мынаған келсейік. Бүгінгі кездесуіміз жиыннан нәтижелі болу үшін бір-бірімізді тыңдайық, сабыр сақтайық, тәртіп сақтайық. Егер түсінеміз сіздердің жандарыңыз күйіп тұр, қайғы зар бар, ашу зар бар, соған ерік беріп айғайлап аттандап жатсақ, әрқайсымыз әр жақтан. Онда ешкімге көмектесе алмайсыздар, біз де көмектесе алмаймыз. Біздің жиналғандағы мақсатымыз мәселені шешу. Ол мәселе бірінші кезектегі. Қазір қамауда отырған күдікті, айыпты, саналып әртүрлі қылмыстық істер кодексінің баптарымен айыпталып отырған адамдар. Солардың тартылары. Соларды кінәсі жазығы жоқ адамдарды бостандыққа шығару. Солай ғой? Солай. Екінші, сонда отырған адамдар бар. Азапталған, қорлық көрген, бұлғындалып жатқандар бар. Солардың жағдайы. Оларды азаптаған, қинаған адамдар, погон таққандар, мейлі кім болса да, қылмыстық жауапкершілікке тартылды ма, тартылған жоқ па? Тартылмаса неге тартылмай отыр? Кімдер тартылуы керек? Бұл азаптауды қалай тоқтатамыз деген мәселе екінші. Үшінші мәселе, осында отырғандардың іштерінде қайтыс болған адамдар бар. Оқ тиіп жараланған адамдар бар. Полицейлердің соққысынан, тепкісінен жарақаттанған адамдар бар. Оларды жауапкершілік деп есептеу керек. Қамалып отырғандардың халық түсіріп отыр деңіз, бүкіл Қазақстан келіп отырмыз. Тез келсін. Көріп отырсыздар. Жем болып отырсыздар. Дәл осындай қайғы қасіреттің, осындай оқиғаның арасында жүргендер, келетін болды ма УВД-дан? Полиция болсын, тергеушісі болсын, тіпті кейбір ұят жоқ адвокаттар болсын, бизнес жасауды ойлайды. Бизнес жасап та жатқан көрді, жаңа сырттағы ағайындардың айтқан сөзіне қарағанда. Оны әңгіме тек осы жерде тараздаген емес, біз оны басқа жақтан да естіп жатырмыз. Сондықтан оғанда тоқтау жасату керек. Бәрі заң шеңберінде болу керек. Бұл жерде жасады, соған қатысты. Не болса террордан бөлінген жерден бір нәрселерді алып кетті. Ұрлады, тонады, мародер болды деген сияқты айыпталып жатқандар бар. Қару-жарақтарды басып алды, не болмаса соларды ұстап жүрді деп айыпталып жатқан адамдар бар. Мінекей, әрқайсысы, әрбір әрекет заңға қайшы келеді, кез келген әрекет. Заң бойынша әртүрлі бағаланады. Соны бағалайтын осы погон таққандар. Сауға осы төңіректе жүруі мүмкін.
Сондықтан ондай сауда-саттықты доғарту керек. Бәрі ашық, таза болу керек. Кінәсі жоқ, бірде-бір адам азапталмау керек. Түрмеде отырмау керек. Бостандыққа шығарылмау керек. Ал оқ атқандарға ешқандай ақтау жоқ. Мейлі президент ескертусіз қырсаңдар деген бұйрық берседі. Әрбірден кейін президент Тоқаевтың сол бұйрығының өзі заңсыз. Біз құрылған комиссия осыны дәлелдеп, керек болатын болса халықаралық сотқа дейін жеткіземіз деп отырмыз. Кім болсын, ол президент болсын, ол генерал болсын, ол басқа болсын. Халықтың өмірі қиды ма, оқ атты ма, заңсыз бұйрық берді ма, соның үшін жауап беруі тиіс. Қазақстанның заңы бойынша, халықаралық заң бойынша. Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымының мүшесі, халықаралық қауымдастықтың мүшесі. Көптеген азаматтардың құқығын қорғауға қатысты заңдарға, декларацияларға қол қойған, орындауға міндетті. Біз барлығын өз заңымыз, халықаралық заңдар негізінде іске асыруымыз керек, соны шешуіміз керек. Тағы анықтайтын бір мәселе. Нақтылы қанша адам қайтыс болды? Қай жерде қандай жағдайда? Не болмаса кімнің қолынан? Ол полиция қызметкері болсын, ол не болмаса бейбіт азамат болсын. Әрқайсысы анықталу керек. Қаза тапқандардың әлеуметтік жағдайына, қызмет жағдайына қарамастан, олардың бәрі бір үйдің асыраушысы. Солай ғой, бала шағасы бар, ата-анасы бар. Асыраушымен айырылып отыр. Олардың бала шағасы қалай күн көреді, немен өмір сүреді. Ол басқадай бір себептермен сондай жағдай ұшыраған жоқ. Мемлекеттің өзіндегі берекенің жоқтығынан, Назарбаев пен Тоқаевтың екеуінің арасындағы, мен осы сөзім үшін өзіне жауап беремін, барлық жерде айтып жүрмін. Мен оған дәлелім бар. Билікке таласынан құрбан болды. Былайша айтқанда мемлекет басшыларының бұрынғысы бар, кейінгісі бар, түсінбестігінен болуы да мүмкін. Тоқаев бекер айтып жүрген жоқ, мемлекеттік төңкеріс жасау әрекеті болды деп. Кәрім Мәсімовті бекерге қамаған жоқ. Ұлттық қауіпсіздік комитетіндегі лауазымды орынбасарларын басқаларын бекерге қамаған жоқ. Демек, сондай төңкеріс болды. Ол Тоқаевқа қарсы жасалған әрекет па? Тұтастай мемлекетке жасалған әрекет па? Оны тергеу кезінде тергеушілер анықтайды, олар анықтай алмаса қалыпсыз көріп отырмыз. Ақиқатын айтамыз. Демек, халықтың бейбіт жиынға қатысу құқығын бұрыннан шектеп келген заңдар арқылы жиын бостандығы және митинг демонстрациялар туралы заңды дұрыс жасаған жоқ. Осы қайсы заңды әкімдер дұрыс қолданған жоқ. Митингке шығуды оны бір қылмыс санады. Сөйтті да халықты қинады. Митингке келе жатқандарды, немесе митингке барғандарды сүйреледі, қолдарын қайырды, автозаққа тықты, түрмеге апарды, әкімшілік жаза берді. Солай ғой? Солай. Мінекей, соның бәрі неге әкеліп соқты? Азаматтардың өзінің құқығын шектеген, аяққа таптаған билік, әкімшілік, прокуратура, полиция халықты өзіне қарсы қойды. Өзіне жау етті. Қай жерде болмасын, мынау полиция ғимараттың өртенуі, әкімшілік ғимараттың өртенуі, түбінде осы ашулар жатыр. Наразылық жатыр. Оны өртеген нәрені дұрыс демейміз. Олай істемеу керек еді. Бірақ соған жеткізді. Оған түрткі болғандар, жаңағы екі дөйдің арасындағы қақтығысты ушықтырғандар, лаңкестер деп атап жатыр. Арандатушылар деп жатыр. Қалай атасы, солай атасын. Ондай әдейі арандатқандар халықты, тәртіп бұзушылыққа итермелегендер. Кейбір жағдайда жастарды қару қоймасын жанға бұздырып, дүкендерін пираттырып, арттарына қару кезентіп, қолдарына қару алдыртқан жағдайлар бар. Сондықтан әрбір адам ондай әрекетке неліктен барды? Қандай себептен барды? Мәжбүрліктен барды ма басқа? Соның бәрін ара жинап жатады. Заң бойынша жауапқа тартатын, немесе ақтайтын прокуратура, сот, тергеу орындары. Бізде қазір ашық айтқанда осының үшеуіне де сенім жоқ. Солай ғой? Солай, сенім жоқ. Сене алмаймыз. Егер халық өзіміз қадағалап, өзіміз талап етіп отырмасақ, бұлар ары қарай білген тағы істейді.
Бірде бір адам туғындалып сүргінделмеу керек, жазықсыз сотталмау керек. Қайтыс болғандар, жараланғандар жәбірленуші алу керек. Прокуратура қызметкерлер сіздер, осыны түсіндіруге міндеттісіздер. Әрбір сондай жағдайды басына кешіп отырған адамға түсіндіріңіздер. Жәбірленуші болу үшін арызды кімге жазады, қалай жазады көрсетіңіздер, арызын қабылдаңыздар. Және оларға жәбірленуші мәртебесін беріңіздер. Сондай-ақ әрбір жанға айыпталып отырған адамның жақындары, әкесі, немесе анасы, немесе бірге туған бауырлары, оның қоғамдық қорғаушысы, яғни өкілі бола алады. Сондықтан соны түсіндіріңіздер. Әркімнің кім қабілеті мүмкіндігі бар, өкілі жасаңыздар. Өйткені ол өкілі адвокатпен бірге айыпталып жатқан адамның ішіне араласуға, соның дұрыс тексерілуіне, дұрыс бағалануына жасаған әрекетін заң бойынша қадағалай алады. Сот процесі кезінде талап қоюға, сұрақ қоюға, жауап алуға, түрлі сараптамалар жасатуға, ұсыныс жасауға, сот процесін дұрыс жүргізмеген судьяны кетіруге талап қоюға хақысы бар. Оның бәрі заңда көрсетілген. Сіздер осындай қарапайым заңдылықты білулеріңіз керек. Және соны талап етулеріңіз керек. Ал прокуратура заң орындары оны жасырып жауып қоймай, сіздің осындай құқыларыңыз бар, осы құқыңызға сәйкес сіздің мынандай міндеттерді атқаруыңызға болады деп осы мәселені жолға қоюларыңыз керек. Бұл бәрі сот процесі, тергеу дұрыс жүру керек. Онсыз халықтың көтерілісі екінші толқын болып айналып кетіп соғатын болса, Тоқаевтың өзі қаңбақтай ұшырады. Тоқаевтың билікте сақтап қорғап қала алатын Путин емес, жазылып соған сеніп отырған шығар. Халық, оның ішінде қазақ халқы, жәбір көрген, теперіш көрген, қуғындау мен азапқа түсіп жатқан, қайғы қасіретке мойынсұнып қиындықта отырған қазақ халқы. Тоқаевтың тағдырын халық шешеді. Ал халықтың тағдырын шешетін адам, Конституциядағы кепілдік болатын адам, ол президент Тоқаев. Сондықтан қазір екі жақты байланысты. Біз осы әрекеттерге қарап, дұрыс жүрмейтін болса мынау процестер, онда Тоқаевтың өзіне сенімсіздік білдіріп кетуін талап етеміз. Оған себептер жеткілікті. Бұны ашық айтамыз, ашық мәлімдейміз. Жасырып жабатын жағдай жоқ. Енді қазір мен сіздерді келген комиссия мүшелерімен таныстырайын. Қаңтардағы қанды оқиғаға байланысты зерттеу комиссиясы деп аталады. Балташ Тұрсынбаев, бұл кісі мемлекет және қоғам қайраткері, кезінде үкімет басшысының орынбасары болды, министр болды, облыстарды басқарған, дипломатиялық жұмыста болған халыққа белгілі тұлға. Осы кісі бас болып ұйымдастырып, қазір халыққа жанашырлық көрсетіп, ақыл кеңесін айтып, қолдауын жасап, заңсыздыққа салынып отырған билікті орнына қойып, әрекет ететін комиссияның мүшесі. Мен Алтынсарин Рысбек Сәрсенбайұлы, осы комиссияның жетекшісімін. Тағы да бір жетекші Ермұрат Балқи, ат газетінің редакторы. Содан кейін осы комиссияға басшылық жасап жүрген қоғам белсендісі, қайраткері Еркін Рақышев кинорежиссері. Және осы жерде Алматыдан арнайы келіп отырған блогерлер бар, қоғам белсенділері бар. Олар осы сіздерге жанашырлықпен көмектесу үшін келіп отыр. Әйтпесе олардың үйінде шаруасы бар, асырайтын бала шағасы бар. Соның бәрін тастап, осы бір-екі күн бұрын Талдықорғанда болды. Алматы қаласында прокуратурасында осындай кездесу жиындар өткіздік. Бүгін енді сіздерге келіп отырмыз. Сіздерге қазір айтатын мәселелеріңізді нақтылы, қысқа, мүмкіндігінше эмоцияға көбірек салынбай, прокуратураға қоятын, басқа да органдарға қоятын талаптарыңыз болса, айтыңыздар. Оның бәрі видео жазбасы жасалады, ақпарат болып тарайды. Содан кейін комиссия жұмысында біз соны
уақытта пайдаланатын боламыз. Және сіздердің қойған талаптарыңыз бен сұрақтарыңызға жауаптарыңызды дәл осы жерде алуларыңыз керек. Көзбе-көз отырып. Келісеміз бе осыған? Келісеміз. Құрметті азаматтар, құрметті Тараз қаласының азаматтары, Жамбыл облысының азаматтары, бүгін енді біз өзіміздің қоғамдық жұмысымызға байланысты сіздермен кездесуге келіп қалдық. Біздің айтқанымыз, талабымыз Алматыдан былай еді, прокуратураның өкілдері болсын. Облыс прокуратураның бастығы басқарып келсін деп. Ал енді облыстың прокуроры, мен күллі прокурорға қара күйе жағайын деп отқан жоқ. Бұл туралы мінездеме ең жаман. Ашық айту керек. Бізге мәлімет келіп жатыр. Күнде келіп жатыр. Ол жермен не істегенін ешкейін білеміз біз. Мына соңғы қалтөбістен не істегенін білеміз. Ал енді қазір отыр. Мына жерде камера бар. Сол камерадан қарап, аналар сөйлесін, содан кейін кетсін, содан кейін мен мына қияқыларды өзім жауапқа тартам деп отыр. Ешкімді де тарта алмайды. Сондықтан, мінекей, мына антикор облыстың басшысын осы араға келмеді, халықпен кездеспеді, ол есебін бермеді, оны содан кейін ДВД-нің орынбасары бастығы шетінеп кетті дейді. Бірақ торқа болсын, иманды болсын, бірақ орынбасар бар. Полицияның, ДВД-нің. Ол да келген жоқ. Біз бұның тізімді жергілікті жерге жеткіземіз. Содан кейін бүгінгі күні билікте отырған президент Тоқаев президентке жеткіземіз, президенттің әкімшілігіне жеткіземіз, содан кейін мәжілістің председателіне жеткіземіз, сенаттың председателіне жеткіземіз. Бұлай қалдыруға болмайды. Халықты тек білемесін, халықтың пікірімен санасын. Неге десем, біз мінекей 30 жыл саяси абақтыда болдық. Ешкімнің аузын ашқан жоқ. Ататын атты, саясаткерлерді, өлтіретінді өлтірді, абақтыға жабатынын жапты. Сондықтан жетеді енді. Тоқтату керек бұны. Тоқаев мырза қолына алсын. Егер қолына алатын болса, біз оны қолдаймыз. Мен жаңа айтып өттім. Прокуратура қара күйе жағып отқанды. Өздеріңіз қараңыздар. Бір прокуратураның зданиясы жаққан жоқ. Басқа жерлерде ДВД-сі бар, КМБ-сі бар, тағы басқаларға жаққан жақты, анау ішінде қару-жарақты алып кетті, ондай болды. Бірақ прокуратураға ешкім тиіскен жоқ. Неге десе халық біледі. Мінекей, 3 азамат отыр. Осы 3 азамат, жас азаматтар өздері сенім білдіреміз біз. Ақырына шейін жеткізу керек. Ешқандай оларды кінәсі жоқ. Шығару керек. Қазір тез арада шығару керек. Шығарғаннан кейін, содан кейін енді олардың кінәсін, егер кінәлі болатын болса, жазасындар қағазға. Міне қағаз бар ғой, міне қағаз. Неге ол абақтыда отыру керек? Неге зардап шегу керек? Оның ішінде аурулар бар. Жаңа маған бір қарындасым айтты, жолдасы 2 аяғы жоқ көрінді. Инвалид. 2 аяғынан инвалид. Ол түрмеге отырғызып қойған. Енді неге отырғызады оны? Егер оны түрмеге отырғызатын болса, басқалармен не істейтін алар? Енді прокуратура деген ол надзор дейді. Бәрін тексеріп отырады. Жоғарыда қарап отырады. Полицияның бұзықтығын қарап отырады. Сендер не қарап отырсыңдар? Нелерді байқап отырсыңдар? Инвалидті отырғызып қойып. Оның қылмысы болса, бірдеген ұрлап кетсе, мына ұрды үйінде болсын дағы, іс жүргізіңдер, тергеу жүргізіңдер, жазалапlar. Мен масқара ғой енді. Мінекей жылап егірек отыр. Біз мына Алматыда, мына рекет Рысбек Сәрсенбаев. Мына комиссияны құрғаннан кейін, Еркін Рақышбек екеуі күніне 7-8 сағат істеді. Халықтың бәрімен офисте кездесті. Күн сайын 15-20 адамды босатты. Абақтыдан. Әлі де босатып жатыр.
Сосын мен айттым, жарайды, мында барып келейік. Бұлар айтты, барып, мынау Таразда әжептәуір адам шығын болыпты деп сөйтті. Соны біз интернеттен байқадық. Шығын болған. Енді сол зардап шеккен адамдардың барлықтарын босату керек. Оларға айту керек. Қайтыс болған, шейіт болғандарға. Шейіт болған адамдарға біз тағы да түсіндірсеңіз, мемлекеттен көмек жасау керек. Әйтпесе полиция өлді дейді, оған орден жағады. Дұрыс. Оған қаражат береді, оған квартира береді. Мыналар сонда деген. Ол не сонда? Кесек бағыштығы жоқ қайталады. Дұрыс айтасыз. Ол ұлттың келешегі үшін күресті олар. Бостандық үшін өзі күресті. Сондықтан осының бәрін біз көтереміз. Қайда болсақ та, қайда жүрсек та. Енді мен көмектесемін. Айтып отырмын ғой, екі төрағасы бар. Мінекей үшінші Еркін Рақышев. Осылардың телефонын алыңдар, азаматтардың. Көмектессін. Мен де көмектесемін, сіздер де көмекшілер боламын. Мына прокурорлардың көмекшісі боламын. Бас прокурор жоқ дейді ғой. Көмекші ретте қабылдамай жұмыс істемейтін болса, онда шындықты айтып қоғамға мінекей жазып алдым. Фамилияларын бәрін қайда істейтін. Мінекей облыстың прокуроры. Ол жатыр киім алды да бәкір анау камерадан қарап, кабинетінде. Шығарамыз кабинеттен, табамыз. Ана президентке жазғаннан кейін өзін тауып алады. Парламенті бар, сенаты бар. Сондықтан сұрақтарымды қойып, айтып, мінекей мына екі азаматқа біздің комиссияның бастықтарына прокуратураға айтыңдар, басқалар енді ол қатысқандар қатыссын. Прокурорға береміз ба? Прокурор айтып болсын. Қазір айтып болсын, қардасың. Не дейсің? Анау не өксің? Қаттырақ айтшы, қаттыр. Бірақ қойыңыз. Қастасын кімдер екен біледі дейді халық. Қорықпа. Құрметті ауылдың тұрғындары, қонақтар, Алып тасташы масканы, бар халық маскасы жүр ғой. құрметті облыс тұрғындары, бүгінгі мен есімім Нұрбек Ласбекұлы, қызметім Жамбыл облыс прокурорының орынбасары. Менен бірге Даусыңыз шықпай жатыр. қоғамдық қабылдауда соттан облыс прокуратураның бірінші басқарма бастығы, яғни қылмыстық қудалау заңдылығын қадағалау басқарма бастығы Жомарт және оның Дауыс естілмей қалды, аты жөнді естілмей қалды. Жомарт Лауатов. Оның орынбасары Алмас Асылбек. Енді сіздерге бірнеше осы оқиғаға байланысты қылмыстық істерге қозғалған білесіздер. Қазір уақытта бұл қылмыстық іс бас прокуратураның өндірісінде бірнеше тергеушілермен басқа органдардың тергеушілермен құрылған межведомстволық топ құрылған. Сол бойынша тиісті тергеу жұмыстары жүргізілуде. Ол бойынша мәліметтерді сіздер күнделікті бұқаралық ақпарат құралдары арқылы көріп отырсыздар. Сонымен қатар Жамбыл облысы бойынша тергеу тобында арнайы прокурорлар және сонымен қатар процесс прокурорлар тобы құрылған. Міне қазір облыс прокуратурасының ұйымдастыруымен жалпы осы жерде қоғамдық қабылдау құрылған. Бұл жерде бүгінгі таңда бірнеше адамдардың арыздарды қабылдап, олардың уәждері барлығы қаралды. Сонымен қатар қазір былай кез болайық, сіздер қазір келген азаматтар сұрақтарыңыз болса, сұрақтар, арыздарыңыз болса, арыздарыңызды қабылдауға біз дайынбыз. Мен бір сұрағым бар. Мен бағана алдында келе сап, прокурордың орынбасарымен шықты біреу. Мен соған айтып, ол жерде прокурор ғана емес, мынау антикордың представителі болсын дедім. Мынау ТВ-ның представителі болсын дедім. Өткенде талғырында барғанда көрдік. Бір сұрақ келсең, жауап бере алмайды антикорға. Оны ТВ-ның несіне сілтеме тастайды. Сөйтті жауаптан құтылып кетеді. Ол, иә, болады, бәрі уәде берген. Қайда уәде? Антикор қайда? ТВ-ның представителі қайда? Бұлай елде ойнап деп отырған жоқ. Біз қабылдауда қазір өзіңіз білесіз, бүгінгі таңертең сағат 10-ның шамасында
облыс прокуратураға келдіңіздер, 30 шақты адамдар. Сол емес пе? 30 шақты келді, ол кісіге біз айттық, ол кісілерге түсіндіріп айттық. Мына жерде қоғамдық қабылдау бар, сол жерге барсақ біз барамыз деп. Міне сол жерге біз келіп отырмыз. Ал біз жаңағы антикор және ДВД-ға байланысты мен келеді мен айтқан. Алмас, слушай, ана акиматтың представителі айтшы, сен жауаптысың соған. Жақсы, сонымен қатар сұрақтарыңыз бұл жерде жаңа айтып өттім ғой. Біз бойынша процесс прокуратураға тағайындалған сұрақтарыңызға біз жауап беруге дайынбыз. Болады деп тұр ғой, келеді деп тұр ғой. Сіз былай сөйлейсіз, былай сөйлейсіз. Жолдас прокурор мырза, мен сізден сұрайын деген себебім, мен үш баланың анасы Айниязов Қуаныштың азаматтық некедегі жолдасымын. Сіздерде қазір қамауда отырған. Менің жолдасымды 13 күні, бірінші айдың 13 күні сағат 12-лер шамасында Ахметова Райхан Боранқұл қызы. Үш диагнозы бар бала тәрбиелеп отырмын қолымда. Өзім пәтер жалдап тұрамын отбасыммен. Неткалиева 12-24 пәтерде тұрамын. Мен қазір сізге сұрақ қояйын дегенім, ана ар жағыңызда отырған аға біледі мені жақсы. Сол кісі, сол менің жолдасым түскен кезде сол жерде жүрген. Сол жолдасымды үйден келіп, сол бір солдаттары 4 және 2 сотрудник Аюпов Дарын кейін белгілі болған. Абдығалиев Айбек есімді оперлері жолдасымды ұрып, қолын қайырып, жерге жығып, күштеп үйден нәскисіз, күртешесіз алып шыққан болатын үйден, алып кеткен. Содан көп ұзамай үйдің хозяйкасы келді. Хозяйкасы келгенде мен жаңағы пропискаға тұру жөнінде хозяйкамен соңға кетіп қалдым. Сол кезде жоқ, қалай болған айтайыншы мен? Қалай болған жазасыздар ғой арызға ана кісілердің бәрі. Жазам мен, айтқанда да айтам, себебі мен үш балам зәлімдеп әкесі қалып қояйын деп тұр, түсінесіздер ма, жала жауып. Сол жерде мені жаңағы кабинетке толмаған 2 ұлымды жаңағы жолдасымды алып кеткен оперлер 1 сағат өтпей қайтып келіп, менің үйде жоқтығымды пайдаланып, балдарымды алып кеткен. Алып мәшинеге салып алып сыртта күтіп отырған мені. 2 балама көршілеріміз деп өтірік айтып есікті ашқызып, жаңағы опеттегі басында психикалық ақауы бар баламды машиналарына салып отырғызып қойып, қолындағы телефонын тартып алып, сол телефоннан маған телефон соқты. Жастары нешеде балаңыз? Балдарым 14-те, 12-те. 5 жасар балам қасында болатын. Сол айтайын дегенім. Сосын мен келдім, маған бала керек болса келіңіз жылған деп. Мен айттым, мен хозяйкамен осындай прописка жасап жатыр. Жоқ, қазір келмесеңіз біз балаларды алып кете береміз деді. Сөйтсем екінші балам үйде отыр екен, жаңағы үлкен баламды машинеге салып алыпты. Содан айтайын дегенім, мен бірге білмейтін қай отделение екен, қарамақпыншы жылап жүріп соны. Осы күнге дейін сіз бардыңыз ба прокуратураға? Прокуратураға барған жоқпын, бірақ жаңағы департаментке күнде барам. Жолдасының ешқандай кінәсінің жоқ екенін айтып, жолдасының ешқандай кінәсі жоқ екенін өздері де біліп тұр. Менің жолдасымды үйге босатты, 2 сутка жаңағы Дарын Аюпов, Айбек Абдығалиев деген 2 сотрудник жолдасымды ұрып сабақ, мен суреттерде бар, ұрып соғып сабақ. Қолын сындырып. Мен күрбінен қайдан әділет біздерімді. Ана, қалсағын сындырып. Қамаса мені қамасын ал. Мен уже шаршадым. Менің 3 балам үйде ашып, тамақ ішпей, әкесіз қалып. Осылай болған. Содан ол кезде мен отырген жоқпын. Жолдасыма барғанымда жаңағы кісілермен жолдасымды тесқа тура былай.
ана жердегі тұрған сотрудниктер. Кішкентай 5 жасар бала тұр қасында. Балам жүгіріп барып, папа деп аяғынан құшақтап еді, баланы былай алыңыз деп итеріп жіберді. Содан талқа тұр, содан бір уақытта баламды алып, ана старший бір несіне кіріп кетті анау оперға. Мен сол жерде жолдасыма қарап тұрдым баламмен. Содан бір уақытта ол кісілер шықты да жолдасымды алып, басқа жаққа алып кетті. Ана 2 сотрудник баламды қазір біз не дейді жаңағы асаға жаңағы жерде болған балаларды балаңыз біледі екен, соларды көрген екен, соларға барамыз деп алып кетті баламды. Содан баламмен жолдасымды 2 тәулік көрген жоқпын. Содан келесі күні бардым, 2-ші күні бардым, сөйтіп түнімен зарилеп жылап, баламды күттім, балаңызды қайта жібереміз деген. Сөйтсем балам айтады, санға апарып жатқызып қойды мені мама дейді. Маған айтқан болатын, әкесінің қасында деп. Санға. Центр адаптации, ма неме анау? Несовершеннолетний. Бесприемник, білмеймін, сондай жерге апарып түнетіпті баламды. Таңертең маған мұғалім звондады. Тәте, балаңызға не болды, бізге сигнал келді, мен сізге қазір келемін. 12-ші мектептің жаңағы мұғалімі 8-ші сыныптың келді да, мен сізге қазір келем деп жолдасының көлігімен келіп мен алып кетті. Сол жерге барайық деп. Психолог анау келсін деп айтты, ол жерге ол кісілер бара алмады, қолдары тимеді, мен ақ бара берейін заң өкілі деп. Сол кісі менімен барды. Сол жерге барғанымда мен жолдасымды көрдім. Жолдасымның қолы кәдімгі бокс перчатка сияқты былай ісіп кеткен. Сол жерде жолдасының сау жері жоқ, денесін бәрін көгеп тастаған, сабаған, тепкен, қабырғасын майыстырған. Оның бәрі мына түсірген экспертизаның несінде мәлім болды. Соттату керек бәрін. Содан мен жолдасының қасында кешкі сағат 6-7-ге дейін сол жерде отырдым. Қазақ емес, тексіз ғой, тексіздер. Иә, жолдас Азаттық радиоға да шыққан болатын, сол үшін қамап тастап отырамын. Ешқандай күдікті емессің, куәгерсің деп жолдасымды қайтарып жүрген болатын 2 күннен кейін. Содан жолдасым үйге келіп, мәлімдеме міндеттеме беріп жіберген ғой қолына. Міндеттеме беріп жіберген, ертең сағат 9-да осы жерге келетін бол деп. Допрос деген ба жаңағы, свидетельство бересің деп. Соның жолдасым сол жерге барғанда адвокатты ертіп барып қасына. Адвокат мырза, мына жігіттің құқығы неге қорғалмаған деп прокурор Руслан деген прокурорға айтқан екен. Ол жерде мен болған жоқпын, бірақ енді жаңағы адвокат жолдасының айтқан әңгімесін айтып тұрмын мен. Содан жолдасымды жаңағыдай шақырып алып кабинетке. Прокурор мырза Руслан деген. Мен саған көмектесем, сенің куәгер есебінде сенің действительно не екеніңді мен дәлелдеуге көмектесем, сен сасымай қойшы. Неғыласың, балдар ашулы қазір, не обессудь. Оны маған жолдасым айтты, осылай болды деп. Оның аты жөні кім дедіңіз жаңағының? Руслан деген прокурор. Шақыртыңыздар соны, қайда ол? Қайда ол? Мен фамилиясын білмейткен ол кісінің. Бердібек Руслан. Таниды ғой мыналар не? Сол кісі шақыртыңдар осында. Сасымай қойшы, бауырым. Неғыласың, балдарың бар, 3 балаң бар. Егер сасып бірдеңе жасайтын болсаң, біз сені жол өтеміз деген. Сол прокурор шақыртыңдар осында. Сол прокурор халыққа сасымайды. Адвокатты қайтарып жіберген ана кісілер, бұл кісіге адвокат керек емес, бұл күдікті емес, бұл жай куәгер ретінде бізге не береді деп. Содан жолдасым ана кісінің кетіп қалғаннан кейін кешкі сағат 6-ға дейін сол жерде отырып, жаңағы допрос аламын деп 2 сағат 3 сағат отырғызып қойған, ешкім допрос алмаған, ештеңе алмаған. Сөйтіп кешке қарай бір жаңағы свидетель есебінде бір не алғанда қайта жіберген. Сол Русланды шақыртып алайықшы, апай, сіз бака шылай тұра аласыз ба кішкене? Руслан келгенше. Руслан келгенше. Иә, Руслан шақыртайық осы араға, иә. Сасық деп жүрген халықты. Кішкене сабырлы тоқтырды. Жігіттер, құрметті ағайын, тәртіп сақтай. Мен ауғанбай тақырында қошақпай болады.
әділет қозғалысының төрағасы 3 жылға кейінгі сотталған. Мен осы оқиғаның басында төртінен 5-іне қарай түнде ол бейбіт шеруде болған жоқпын. 5-нен ардағы 11-ден кешкі түнгі 2-ге дейін сіздердің базардың қасында болдым. Өз көзіммен көргенімді айтайын. Міне, дәлелі міне, артылған гранада прокурорлар қараңыздар. Сағат түнгі интернетте көрді күні. Мен Тараз қаласында халық бейбіт шеруге шықты деген естіп, адамда қақтығыс болған естіп, жаным шығып, облыс әкімшілікке келдім. Облыс әкімшілік алдында әскерлер қаптап тұр. Бері қарай, қалалық әкімшілік қарай бір уақытта әскер келе жатыр екен. Алдарынан шықтым, бойы 2 метр командирі. Сол кезде байқадым, арақны шықты. Мен ойладым, солдаттарға берген бар арақны шықты. Тоқтаңдар, қайда барасыңдар, халыққа оқ атпаңдар дедім. Сөйтсем, командир арақ ішкен екен. Командирлер арақ ішпаған сендер қайда барасың дедім, командир қашып кетті. Сол екені солдаттың ортасында балдар, халыққа оқ атпаңдар дедім. Балдар аға біргенбіз, халықпен біргенбіз деді. Одан кейін облыс әкімшіліктің алдына бардым. Сол кезде облыс әкімшіліктің алдына келдім. Менің келген мақсат бердім милицияларға. Мен облыс әкімшілікке мынау халықтың арасында көпір болуға келдім. Рұқсат сұрайық деп бердім деп не берді. Естіп отырсыздар ғой, иә? Bir адам жоқ. Мән беріп естіңіздер. Алмас, қалалық әкімшілікте бір адам жоқ. Мен сізді мұқатым келмейді. Кеме суға басқан кезде еуропалықтар қашан бірінші сол жолда қараңыздар. Содан кейін облыс әкімшілігі келіп кезекші айтты. Аға деді, ешкім адам жоқ bu жақта. Және Руслан деген шақыртыңдаршы. Халыққа сасық деген шақыртыңдар. Мен осындай мәселемен келіп тұрмын. Мына тоқтатайық. Қанша мен? Менің мақсатым стадионда шақыртыңдар, халыққа сасық деген кім ол? Нұрсанды болсын, бәрі келсін. Микрофонды қойып, айтатынымды айтайын. Мына қан тоғыс болмасын дедім. Мен ол күнде милицияны өлгенбейсен жоқ. Сөйтіп бір кезде жаңағы бір әншілерге мен басы екі адамды сөйтіп, ол екінші әншілерді арақшыға бар. Соны мені алып келіп, машинамен мен өзім дедім. Соны есікте отырған 4 милиционер айтты. Аға сіз шыбаған емессіз ғой деді. Шыбаған гипотезде. Сонымен Пушкинді құрыш қалып кетті. Мына Пушкинді құрыш, заводской болды. Городской прокат алысы екінші үй болып кетті. Екінші жылға сотталған. Мына митингнің бәрі менен сотталған. Сонымен сол ақыршылар тергеуші алып барды. Сол күні тергеушілікті түсіндіріп айтты. Менің келген мақсатым осындай. Көпір болайын дедім, осындай кеше айтып болды, мейілі болды деді. Аға, сіз сияқты кісілер түнде таппады, осындай қырғын болды деді. Біздің менің басымда кіріңізші, айтыңызшы. Бүгін тағы бірде ойында бастады деді. Сонымен бар мен кіріп, фамилиямды алып айттым. Қалалық әкімшілік облыс әкімшілік бізге стадион беріңіздер, соның ішіне кіріп, осының бәрін мәселе шешейік деп айттым. Одан кейін ол мені жіберді. Ақ телефонның алдына келген кезде, собырларға қайттан біз алып кетті. 3-4 адам осы. Ол кезде прокуратурадан, қалалық прокуратурадан жігітті қабылдап отыр екен, ол жігіттерді айтты. Фамилияны жазып, осындай мақсат, тоқтатайық деді. Сонымен ішінде 10 шақыратын болды, ұстаған. Соның ішінде бір болады, аға, мына мәселеңіз осы екен. Қалалық облыс әкімшілігі қатынастайық деді. Бір адам жоқ. Сол мына өзім 10-ші бигенде тұрсам ашыққансызды. Кешке қарай жастар шықты, жастар, 30 шақ жастар. Қазағым деп айтты. Сол кезде мен оларға қосылдым қасында. Сол колоннадан басталды. Қаланың 10 километр ағып, 2 рет ағылап. Қолда ту, менің Қазақстаным шалып кеп, Жаңаөзен деп ұрамда бүкіл бекерін 2 рет ағылап шықты. Мен жүре қойып, кәсіби орыс қасында жүрдім. Сол жүрген бетінен бастап бірінші мәселе жастар, бұл бейбіт шеру. Еш нәрсеге ұрынбау керек. Батыстардай алаңда тұруымыз керек. Осы мәселені айта бастадым. Енді менің қатар сіздерді, әйелдерді қосты. Оларды жауапты айтып мешіттің алдына келді. Мешіттің алдына келді. Егер әрқайсымыз ешіктеп, бәрін айта берсек, мәселе шешілмейді. Сондықтан заң қоятын негізгі талап соны ғана. Баяндауды мен мына
төлемеген, ол фракцияның алдына келіп, сол кезде бір апаны алмадық та, апасыз алдында тұрыз. Мен тұрайын, мына жақсанасына егер тоқтатайды. Колонна жаңағы ауызына келеді, 2 метр қалған кезде, мен жаңа апа екеуміз тоқтап тұрдық. Жақса, бір жас қол көтерді. Мен бір ауыз айттым. Ағайындар дедім, бауыржан омырсынға адамды айлығынан алып берейікші. Мына біз жастарға біреу қол көтермейді. Сендерде қол көтермейді деді. Одан не көрсін? Эмоцияға берілмеңіз. Оның бәрі кейін айта жатарсың, ескертіп жазарсың. Қазір... Сен жұртты сыйла. 2 метрден тұрды, жастарға бір адам қол көтерген жоқ. Бірінші атқан собырдан атты, газбен атқан. Бірінші мәселе, алдарыңыз бастаған жоқ. Дұрыс айтады. Бірінші собырлар атып атыр, дұрыс қой. Тыңдаңыздар. Қазір нақтылап алатын нәрсе. Нақтылап алайық. Жаңа алаңда қанша адам тұрды, бейбіт адам? Қайсы алаңда, қай жерде? Қаланың әкімшілік жанына келгенде бұның адаммен қосылды, біз 4-5 мың, акимат балалар мыңдай адам тұрды. Жақсы, жаңа оғатты дедім, оғаттан кімдер? Полиция ма, әскерилер ма, жоқ? Әскери емес, собырлар. Қандай қалыптығымен? Бейжіңге оғатты, гранат атты, сонда жамбыл телевизиясынан ақпарат шықты, Сәтінбеға, Рысбеға. Қандай қалыптығымен атты? Рәзікемен атты, немен атты. Ондай хабар айтты. Қанша адам жараланды, жерге құлады? Мен осылай сен деген. Нақты гәне. Мен ең соңында шықтым. Арқы. Сол кезде көз алдында 3 баланы аяғын рейдіге оқ парақтан өтіп, одан бір аяқ апай құлаған екен, бетін жұлып берген ол. Прокуратурадан здание жағып жүрді ғой, мен өзім сөйлеп қалайын, ең сен барын жасап тұрсандай жақпадым. Пускенат ұршықтың алдында отырып, ол ауылдың балдары емес, жастар емес, орта жасқа емес, қызмет сетапында берді. Қысқартып, нақты кәлетесің. Солар айтты. Мына жерде прокуратура бар, соны жаға айтты. Мен тоқтаталмаймын деді. Одан кейін, алмас, қалада әкімшілік бар ғой, жағайын уақытын езімейді. Тоқтамында балда деді. Ертең мына көшет адамды жинау керек деді, 2 балаға. Сындырмам деді, ол шешкен жоқ. Алмас, масканы шешші Алмас. Қазір бұлай болсын. Мынандай аңыз әңгімені қысқартайық. Бізге нақтысы керек, фактысы керек. Егер осылай сөйлейтін болсаңыздар, микрофондарыңыз ренжімейсіздер. Қазір алдында сұрақ қойылды. Прокурор мырзалар. Қазір жаңа Руслан Айнияз бонусқа байланысты. Бонусынған. Сіздің сұрағыңызға байланысты қазір үшінден жауап алайын. Қылмыстық іс қозғалды ма? Қылмыстық іс қозғалса, қазір қай деңгейде? Кінәлі адам табылды ма? Ақ жөнін атамыз үшінде. Тәрсі. Мұна кісілер жауап берсін. Мен орынға отырмап үшін бұлай тұр дейсіз. Прокуратураға қазір арызымызды қабылдадық. Одан бөлек қазіргі уақытта күйеуіміздің алған дене жарақаты бойынша антикоррупциялық службамен деген статья бар, 116. Сондай тыңдасаңшы, сол іс қозғалды. Қазіргі уақытта тергеп тексеру жүргізілді. Қорытындысымен баға берілетін болады. Кім енді нақты мәселесімен прокуратурада шешетін. Менің бауырым Нұрлыбай Жандос Сәттенбай болды. Бұның шыққан себебі сол ереуілге шыққаны, бұның себебі істеген тірлігі жоқ бұл жерде. Мен айтатын шағым. Артта адам бар сияқты ғой, былай тұрыңыздар. 291
бірінші статья 4-ші бап деген тұрыпты. 272-де 2 Нұрлыбаев Жандос Сәрсенбекұлы жазғышы. 272-де 2 екінші тармақ 291-де 4-ші. Жоқ, бұл деген қарудың количествосы көп деген білді. Дұрыс парайды? 291-де 4. Ағама 272-де 2 массовый митингтің несі? Ол бала 94-ші жылы Нұрлыбаев Жандос. Бұл жерде тұқтарыңыздар. Қараңыз, жазғышы Кетбаев Сәкен Серікұлы. Осы бір жақтан тұрамызда, мен кеше кірдім, сіздерде жаңағы майнитап кірдім ғой енді, жаңағы тергеу басшысына кірдім. Ана дедім, енді бұл балалар бөліп, олар болды, бәрі балалардың жағдайы не болады? Жағдайын қайсыз. Сол кезде мына айтып отырса, екеуі бір жақсы ауылға бірге бейімдескен, қалай сендер бүйтіп айтқанға сене саласың? Кеше талғырған оқиғасы не болып өткен ары? Сұрадым. Ол менің балам вообще ситуация. Бір жерге отырыңдаршы, бір жерге отырыңдаршы. Свет жоқ. Ешкім звондамаған, шақырмаған. Келіп адамнан мына жақта осындай жастарымыз сондай батыр деген жағдайда өзі жолдан машина тоқтатып халықтан арыз алып жатыр. Барып қалғандай. Екеуі Кетбаев Сәкенде де, Жандоста да екеуінде де статья бір. 272-де 2, 291-де 4. Енді бұл балалар мен қаңтардың 9-ында салынды. Жандос кейін, по-моему, 3-4 күн. Сәкен 9 күні есіктің алдына өздеріне келген, полиция қызметкерлері сол бір келгенде өздеріне сөйлесті, көрші аулаға кетті. Олар білем, заң сүзінде жұмыс жасап жатқан шығар, бізді жақындатқан жоқ. Не екенін білмедік, бірақ енді кейін анықтап біліп отырмыз баланың жағдайында. Бұлардың келешегі не болмақ? Қандай бұл естейсіздер осындай? Осындай балалар статья өте ауыр ғой, мысалы үшінге. Ол қарап қала ма? Қару атылған ба? Одан біреу оққа ұшқан ба? Оның бәріне жаңағы экспертиза тағайындайтын шығарсыздар. Адвокаттың қатысуымен бола ма? Бізде жалдаған адвокат жоқ. Сіздің сұрағыңыз түсінікті. Елді статьяда баламыздың қорғаушысы бар. Нұрлыбаев Жандос Кетбаев. Қазіргі уақытта тергеу тобымен тиісті жұмыстар жүргізіліп жатыр. Әлі тергеу тобысымен тиісті баға беретін болады. Әрқайсының әрекеттерге. Осыдан күнге тергеу аяқталады. Сіздердің балаңыздың қорғаушылары бар. Солар арқылы тиісті уәждеріңізді келтіруге толықпыз. Қазір осы сонымен отыр. Барлықтарыңызға айтып өтейін, оны бас прокуратурада бізге республика бойынша арнайы сайттар бар, телефондар бар, кезекші программалар бар, қоғамдық қабылдар бар. Қандай сіздердің уәждеріңіз болмаса қабылдауға дайынбыз. Оны қабылдап тергеу тобына береміз. Тергеп тексеру қорытындысын сіздерге жазбаша түрде жауап беретін болады. Азаптар жасалған ба? Азаптарға қиналған жағдай болған ба? Болмады деп айтылмайды. Бала айтпайды. Мен ешқандай айтқан жоқпын. Осы күнге дейін мен осы 3 рет кірдім. Оған дейін баламды көрген жоқпын. Мен заңға бағынған адамым сондай екен білсейді. Сіздерге басқаларыңыз 15 күн гарантия жолаған жоқпын. Жүрелетпін білмеймін, мысал үшін. Мына солай Жандос та солай. Сосын Нұрлыбаев Жандос дом защита аламай отыр, бауыры, туған бауыры. Нұрлыбаев Жандосқа дом защита аламай отыр. Інісі. Туған інісі кіріп көруге. Адвокат жұмыс істеп отырған. Сізге менің сұрағым. Сіз қорғаушысы болып таныласыз ба? Мен қорғаушысы болып танылғаным бір екі отпен аптада ғана осы алған. Тергеуші қаулысы шығарылды. Шығарылды, бар. Адвокатыңыз бар. Жеке сұрап, өзім, баламы өзім. Нақты осындай
мәселелеріңізді айтыңыздар. Құрметті прокурор мырзаның орынбасары, сізге қояр сұрағым бар еді. Тыныштықбай Тоғжан Берікқызы. Тыныштықбай Тоғжан. Күйеуі Қадеш Бақытжанов. Телевизордан айтып жатыр ғой, қару-жарақты өз еркімен әкеп тапсырғандарға ешқандай жаза қолданбайды деп. Дұрыс па? Не, президенттің қаулысы бар, е. Сізге айтады. Ешқандай жаза қолданбайды деп айтылған, бір емес және бірнеше рет, бірнеше адам шығып айтқан, прокурордан да, ДВД-дан да, жақтан шығып айтқан. Дұрыс қой, е? Енді мені күйеуім ДВД-ның алдынан қару-жарақты алып, өз еркімен апарып өткізген. Үйде мені сахарный диабетпен ауырып отқан ине бар, 2 күннің бірінде сахарды көтеріліп, өзім жұптымын қазір 5-6 айлық, бала бар 3 жасар. Біздің қазір тамақ тауып, күйеуіме барады, жол-күреге барады, ақшамыз жоқ, адвокат жалдауға, туған-туысқаннан зорға жинап жалдап отыр. Шыны керек, менің күйеуіме қазір 291-4-ші бабымен қойылып отыр, 8 жылдан 15 жылға дейін бас бостандығынан айыру керек. Сонда ол қару-жарақты өз еркімен апарып берген үшін 8 жылдан 15 жылға дейін отыру керек па? Бізді кім асырайды ол жерде? Жетім жесірлерді бағып жатсыздар, может сіздер. Неге олай айтасыздар, ондай орындамасаңыздар, қару-жарақты өз еркімен әкеп тапсырған адамдарға ешқандай жаза қолданбайды деп. Ол қарудан ешқандай оқ атылмаған, өз еркімен ДВД-ның ішіне кірмеген де, ол ешқандай бейді ештеңе жоқ. Әшейін тауып алып, амат күзген үшін сонда сөйде отыру керек па, сөйде таяқ жеу керек па, біз жүруіміз керек па, екеуміз азаннан кешке дейін. Айтыңызшы, баратын жеріміз жоқ, қазір жалғыз үйде жалғыз бала, мәстөде жұмыс істеп отырған жалғыз асыраушымыз. Әкесі жоқ, қайтыс болған. Кімге сенерімізді білмейміз біз. Бармаған жеріміз жоқ, прокуратура сіздерге не заявление, не талоным бар деді қаламда, ответ қайда. Бірақ та бұл уже сіздерге заявление жазғаны ма? Аяға барсақ кіргізбейді, елдібек Русландар төлебейдің аяғына. Қайға барамыз біз? Баланың қайда екенін өзі ешкім жауап берген жоқ, ешкім кіргізген жоқ. Сен биліктің өкілісің ғой, кішкене отырсаншы бар. Сен биліктің өкілісің сен. Сен биліктің өкілісің ғой. Отырсаншы бар, провоцировать етпей. Сен провоцировать етпесеші. Бар, отырсаншы бар. Мен осы жердің таразын адаммын. Таразын адам болсаңыз да ана қызға бөгет жасамасаншы. Сұрағым бар айтатын. Кабинетке болмаған балалардың ата-аналары Прокурор, қайда және Руслан қайда? Чтобы они провели специальное расследование. Ол бірінші обращение жасады ғой. Халықты сасық деген Руслан қайда? Круг лиц определили. Түсіндіргендерің керегі жоқ, Руслан шақырыңдар мұнда. Халықты сасық деген үшін. И уже беспристрастное расследование. Халықты сасық деген үшін сонда сол үшін қозғалды, соғым қозғалды. Номерді мен сұрайын деп. Мына биліктің өкілі провоцировать етіп тұрған. Шығарып жіберу керек мынау. Қазір Тоғжанның сұрағы өте керек сұрақ. Көп адам осыдан зардап шегіп жатыр. Мен қазір таңғалып отырмын. Осымен екінші Тоғжан. Екеуі де жас. Кеше ғана Тоғжан, Алматыдағы Тоғжан маған провокаторлар SMS-кіз берді.
Неге туралы куәлігімді жалғыз өзім барып алдым. Биліктің өкілдері. Жалғыз өзім барып алғаны үйленген жігіті қалмауда отыр. Онда дәл осындай оланың нәтижесімен қауырап, полицияға түзекке звондаса ешқайсысы алмайды. Содан кейін соны алып барайын деп жолда кетіп бір ұстап алған. Онымен қармен жүрсің деп ұстап алып, ұрып, соғып, өзі қамап тастады. Енді осындай мысалдар көп. Яғни қару-жарақ қауымдарды апарды. Тіпті жатқан жерін алды. Осындай жағдайда балаларыңызды қалай қорғауға болады заң бойынша. Соны қазір прокурор түсіндіріп айтсын, тоқтасын сұрады. Мен бірауды айтайыншы, бірекет. Прокурорлар отырғаны бізге бар. Солар айналса берсеңші, міне ақпақ ғали үлкен сұрақты. Әлімде уақыталады. Жоқ, мына кісілер барып прокурорға жазыға берді, мына кісілер сөйлейді. Қазір кірмейді. Ашуланбаңыздар. Президентте мына адамдарды тыңдағандарыңыз дұрыс. Талап орынды, бақыр жасамайды. Сұраққа жауап беріңізші. Сұрақтың жауабын тыңдаңыздар. Сабыр сақтаңыздар ағайындар. Әр ұсталған адамның Тыңдаңыз. Әр ұсталған адамның оның ұсталған кезде дәрігерлеріне міндетті түрде қарайды. Сіз қазір айтып отқан өз апарып беріп жатсыз ғой. Ол енді қазір біз арыз бізде облыстық прокуратураға жазын деп отырсыз. Мен осы неден қабылдаудан кейін мен сізді қабылдап, арызыңыз бойынша қандай сатыда екенін мен сізге түсіндіріп беремін. Екінші мәселе, ұсталған бойынша күйеуіміздің ол жерде тергеу тобы міндетті түрде объективті қарайды. Оның дәлелдемелері жеткілікті ме, жеткіліксіз бе? Бүгінгі таңда қазіргі уақытта тергеп тексеру жүргізу қорытындысымен міндетті түрде жаңағыдай шешім қабылданатын болады. Әрбір уәждеге бала болды. Ол өзі апарып берді ме? Ол ішінде жүрді ме? Оның дәлелдемелеріне міндетті түрде бала берілетін болады. Сондықтан сіз арызыңыз бізде жатыр екен, қаралып, қорытындысымен сізге жазбаша түрде жауап береміз. Бір жұма болған ғой, арыз жазып тастағандарына неге олайына кеш жауап беріп отырсыздар? Ана кісі бір жұма болды дейді ғой. Ол террористер мойындатқан шығар оған. Айтсаңшы, қат-қаттайсың. Соғуын мойындатып отыр. Мынаның коллегалары. Микрофонды жақындап. 17-де бұлар өздері шекерген жоқ. Мұхамедияр, мен сіздерге ешқандай жазған жоқпын, барғанда жоқпын сіздерге. Дос Абдымана бер болсын. Екі дос екеуі. Абдымана бер болсын. Сіз айтыңыз, ол Абдымана бер болсын сіздің балаңыз ба? Сол айтсаң, 17-де балам деп қат-қаттайсың. Ол да 17-де, досы екеуі де. Үлкендер мен кеткен шығады, соны білмейміз. Балдар қорқып тұр, балдар. Бізге де қорқарын айтқан, қояқта да қорқарын айтқан. Қорғасымыз болды, бір айдан кейін маған кешеге мені отказ беріп жатыр. Мен бір айдан ақшамды алып, қазір маған өкпелеп жатыр, сен нағып дейді. Ресми жариялап аласың, мен отказ бергенімді. Қанша ақшаңызды алды? Ақшасын бәрін қайтарсын. Қайтарсын. Мен бұл ақшамды мен спецімізді істеп көршілермен құдасқа жинап мен бұл ақшамды қайтарту керек. шығару керек. Мен өзім өмір сүремін. Егерде бұл балама кіремей шықпадым. Балам білмейді, мен сүремін. Жоқ, кәмелет жасына толмағандар категорически однозначно шығару керек. Шығару керек.
Қызым суды келген ұрғанда мені 2 сутка ұстап отырды. Шын эпилепсия. To'xta. Söz vergende söyleysin. To'xta. Sizga so'rag'im bor. Esmingiz? G'aliya. Tushunib o'tiramiz. Onda kamiyatsiz bo'lmagan bolam 3 kun terroristlikka haqqi yo'q. Buna Jalbay, advokatınız yok olsa sonra bizge komissiyaga o'tirish yozib beramiz. Almatda biz mümkünlük karıştırırız. Biz sonuçta gelip otururuz. Jaraymi? Men so'ragim bor sizga. Balangiz azoblandı mı, qiynaldi mı, qo'rqitdi mı? Mana savsaqnazir men aytib bereyin sizlarga, o'z-o'ziga kelamay tur. Bunun do'sti mening balam Abdumana ber bo'lsin. Ol yerda qamoqda 8 komenda jasga to'lmagan bala o'tir. Ular otam qo'rg'ayman yo'q, turmadan o'tirib hukumatga degan mushbetlikni chiqarma. So'ng aytingizlar, bari 16, 17, 18, 19 yoshdagi balalar. Sizlar uni naborot sizlar uni mushbetlikka qatsizlar. O terrorist, qalay terrorist bo'ladi? Mening balam, sizning balasi, ular pistoletni nega bilmaydi? Sizlar mening balamdan zamonchimi deb so'rashlar, onu tanimaydi. Ular terrorist bo'ladi, sizlar aytingizlar. O'sha terroristga babda o'tib, Zembar Aynur balam Abdumana ber bo'lsin. 291. Массовые беспорядки. Bizga sifatida balalarimiz terrorist qamaladi 15 yilga deb ba'zan aytmoqchi. Men intelligizni asrab o'tirdim. Men 1 sutka, 2 sutka meni deshirgan yo'q. Men aytdim, o'ldirish uydagi balalarga bor. Birinchi bir qo'ng'iroq chalib uyda qizim jatdi. Onu da bilgan yo'q. Bizniki mana yerda bir berdishi. Buni ondan bana ayirdim. Kuyovim uyda o'g'limni terrorist bo'ldi, o'zlarimiz o'ylasamizlar chiqishgan. Mana avvalda o'tib deb уже o'zim aytib, men qo'ygandim epilepsiyasi bor. Bularcha ko'pning oldida söyleydi olmaydi. Shuni kerak. Buning da balasi 17 yoshda terrorist deb maqtab o'tir. Adjoni qanday bersin? Kamlet jasga to'lmagan balalarni chiqarmizlar. Biz o'zimiz aparib beramiz, chiqarib biz sizlardan требовать etamiz. Bo'lmasa biz o'z-o'zimizga benzin jab o'lamiz. Mana kamletga to'lmagan balalarni sotqa deyince çıkarmıyor bu hayata. Çıkarmıyor bu. Bu ayın basıp bu dansıp bu. Bütündeki buna karalık kırmızı bolğan da olsa erkek Türkiye'de bolğan. Yedi olsun hayatına kalmasın da olmadı gelin. Hayatına kalktı vurup soğuk. Ben biz bilemiz. Sonra ne cezavut ver. Видеоға түсірген жоқсыз ғой, отырыңызшы. Видеоға түсірген жоқсыз ғой. Около ДВД. Добровольно я его подняла и в тюрьму посадила свои деньги. Фото. Бакибаев, Сюда. Скажи, малолетка, добровольная сдача. Бакибаева. Фамилия как ваша? Бакибаева. Имя? Франц. Нет. Микрофон сюда ставьте. Ближе держите микрофон, чтобы он слышно. И вас видно. Сын малолетка. Сначала имя, фамилия, сколько лет, по какой статье, где сидит и так далее. Террорист мародерство, избивал милиционеров, сотрудников полиции. Вместо статьи, добровольная сдача оружия. Привез, 3 дня болел, лежал. Потом я вызвал сотрудников полиции, и мы сдали, понесли. Вот так вот он и сел в тюрьму. Сколько лет? 17 лет. Учится. Он должен был поступить учиться. Я говорю, с кредитом рассчитайся, потом пойдешь. Вот он в 1 класс пойдет, он с ним дома сидел, с Мотикой его растил, а я работала. Қараусыз қалған қару олардың бәрі. Келді алып кете беріп, прохатқа туырып қойған өздері.
неге полиция қызметкерлері ашық-шашық бәрі жер тастап кетеді? Ол еркек бала, кішкентай бала болған соң көшедегі жатқан пистолет машинаға қызғады. Любой еркек бала, отырған балалардың бәрі жас балалар. Неге қараусыз тастап кетеді? Олар тамақты ашық бәрі. Ашық қой тастап кетеді олар кім? Дұрыс айтасыз. Үйіндегі жаман телевизормен холодильникті құлдап кетесің ғой, қайта-қайта қарап. Дұрыс. Сондай өкіметтің заты қалай ашық-шашық тастап кетеді? Түсінікті, қазір тоқтайды. Кәмелетке толмаған бала ма сіздікі? Тоқтайды. Қазір бір минут. Мына кәмелетке толмаған балаларға қатысты сұрақты аяқтап алайық. Үйғанатқа шығарып берсін. Қазір қартасың микрофон. Тыңдаңыздар. Былай. Сұрақ. Сіздердің аттарыңыздан сұрақ. Тынышталыңыздар. Прокуратураға сұрақ. Кәмелеттік жасқа толмаған балалар қамауда отырғаны ұзынсаны 8 дейді. Бірінші сұрақ, қанша бала отыр? Оларды шығару мәселесін қалай шешесіздер? Шығарасыздар ма жоқ, шығармайсыздар ма? Шығарады. Қазір қалай? Біз өз талабымызды сөзіміз сөйген айтамыз. Қазір заң орындарының жауабын тыңдайық. Осы екі сұраққа жауап беріңізші. Қанша бала кәмелеттік жасқа толмаған қазір қамауда отыр? Оларды шығармау мәселесі қалай шешесіздер? Қылмыстық туралы басқармасының мен жаңағы процесс прокурор жетекшісінің тобын жетекшісінің Асылбек Алмазбек. Мынау сіздерге біріншіден айтатын жаңағы біріншіден айтасыздар ғой. Мына Талапбек бойы мынандай әрекеттер болды, өзіңізді апарды, оны жаңағы мән бермеді ғой деп айтасыздар ғой. Соның бәрін сіздер жаңағы өтініште білдірсеңіздер, қалай болғаны? Себебі сіздердің өтініштерге сәйкес уәждеріңіз тексеріп сіздердің жауап алу. Сіздердің жаңағы уәждеріңізді жаңағы қуаттап беретін, куә ретінде жауап беретін қастарыңызда біреу болса, сол адамдан жауап алу керек. Яғни мына уәждерді тексеріп, оған баға беру керек. Соған сәйкес сіздер қызықсыздар, мына кісілер қалайын? Кішкентай балаға. Сосын жаңағы сіздерге халықтық беріп сізге кәмелеттік жасқа толмаған балаларыңыздың бұлтартпау шарасын жеңіл түрге сотқа шейін босату туралы талап келіп білдіру сіздерге. Сол талапқа қарағаннан кейін жаңағы уақытында сіздерге жауап береді, қанағаттандырылады, не жауабын береді. Мен сізге түсінейін, егер адвокат жоқ болса, мемлекеттік адвокат сізге талап тілек жазып көмектеседі. Рысбек аға, неге мән бермейді енді? Өтірік адвокат. Адвокатты жазалай ала ма кісілер? Алдағы уақытта маған керек болады деп жазылған. Қазір, ана жауабын айтып бітсін. Келіспесеңіздер, сөгені айтасыздар кезекпен. Тәртіп сақтайық. Сосын айтасыздар, адвокаттың ақшамызға Сіз отырсаңыз шапай. Отырсаңыз шын жерде. Жоқ, ана халық көріп отыр. Сіздер видеоға түсіп отырсыз. Өтініште де сол көрдіңіз. Өйткені адвокат аты жөнін көрдіңіз. Біз ол кісіге де жаңа шара көрдіңіз көрдік. Адвокатқа да жаңағы коллега адвокат дейді ғой. Соған да хат жіберіп, уже анықтауымыз керек болды. Не себептен сізге бірінші келісімшарт болып анықтауыңызға сонда анықтауымыз керек бұл. Жақсы, ол адвокаттың мәселесі. Қанша адам отыр кәмелеттік жасқа толмаған? 8 бала. Жақсы, жарайды. Оларды таяу күндерде бостандыққа кепілдік беру болсын, қолғат беру арқылы болсын, неше түрлі несі бар ғой реті. Сонымен шығару мәселесін қолға аласыздар ма, осыны шешесіздер ме бүгін ертең? Шешеміз деп айтсашы, мен саған жақсылық жасап тұрмын. Ертең бәрін сотталып кетесің ғой. Шешеміз деп айтсын. Бұл кісілердің қолында бұл кісілер бастықтарына қарайды ғой. Жауапты тыңдайық. Соққанға солардың бәрін
Жауап. Қызарып кеттіңіз ғой. Қойшы енді. Өмір бақи болса дұрыс айтады, Еркін аға дұрыс айтып тұр, иә. Дұрыс айтады, шығару керек. Бүгінгі таңда бізге бір талап тілек түсті. Күрәштерді тексеріп, басқа қылмысқа қатысы бар жоқ бәрі нақты тексеріп, кеше кейбірге ауыстырып жасап босатылды кеше. Отырыңыздар şimdi бүгінгі таңда бір адам босатылды. Қазір тағы да біраз тұлғалар жаңа бас шаруасын жеңіл түрге ауыстыру мәселесі қарастырылып жатыр. Кәмелеттік жасқа толғандар ма именно? Сіздерге сол үшін айтып тұрмын, талап тілек білдіріспейсіздер ма? Осы күнге дейін білдірген. Қылмыстық үшін кодекстің бабында емес. Сотқа біз қайтадан шығуымыз керек талап тілекпен. Сіздің талап негізіңізде не үшін бұл ауыстырды деп сұрап отырмыз. Заң бойынша талап арыз берулеріңіз керек. Онсыз прокурор өзі мынаданды босат деп айта алмайды ғой, заң рұқсат етпейді. Сондықтан кәмелеттік жасқа толмаған балалардың жақындары ата-аналары сіздер қазір прокурорлардың қолына арыз жазып беріңіздер. Менің осылай баламды кепілдік хатпен босатуларыңызды сұраймын. Ол балам ешқайда жоқ, кепіл хат деген сіздер дұрысыңыздар. Сіз зат қоятын жағдайыңыз жоқ болса зат қоймайсыз. Ешқайда кетпеу жөнінде бала кепіл хат жазып береді. Мен ешқайда кетпеймін. Шақырған уақытында келемін. Осындай мекенжайда тұрамын деп. Соңғы ата-аналары сіздер соны растап, соңғы қолхат жазып бересіздер. Солай ғой. Біз комиссияның атына және өшірді отырған сіздердің аттарыңыздан прокурорларға өтініш талап қоямыз. Кәмелеттік жасқа толмаған балалардың бәрін мүмкіндігінше бүгін, әйтпесе ертеңнен қалпына босатыңыздар. Көпшілік кепілдік береді. Олар ешқайда қашып кетпейді. Рас, олар қолына қару алды, көтеріп жүрді, қызық көрді. Ол басқа әңгіме. Сотта осылай болғандығы дәлелденеді. Куәлеріңізді дайындаңыздар, басқасын. Олар егер өздері сол қарумен ешкімді атпаған болса, қылмыс жасаған болса, соны анықтаудың ешқандай қиындығы жоқ. Бірақ күнде анықтауға болады. Сондықтан біздің талабымыз, өтінішіміз, кәмелеттік жасқа толмаған, сіздер айтып отырған 6 баланы, көпшілік айтып отырған 8 баланы бірдегі орталығын босатыңыздар. Неліктен? Ең бастысы, қару-жарақты тастап қашып кеткен полицейлердің өз кінәсі. Оларды әлжуаз жас өспірімді тартып ала алмайды сендікте полицейден, қарулы полицейден. Сондықтан бұл жерде негізгі жауапкершілік сол полицейлердің өзінде. Ойлаймыз, сол полицейлердің үстінен жоқ қылмыстық іс қозғалды деп ол бір. Екіншіден, кінәсі жоқ жасөспірімдерді қорқытып, домбытып, ұрып, соғып, мойындатқан жағдай болса, қол қойдырып алған жағдай болса, оның бәрі ертең күні сотта жарамсыз болып табылады. Заң бойынша солай ғой. Сондықтан сіздер заңның осы талабын қазірде қолға алыңыздар, және ол тергеуді қазірден бұзыңыздар, сотқа жеткізбей күштеу арқылы, тек қана физикалық күштеу емес, психикалық жағынан қысым көрсеткен жағдай болса, солардың бәрін тергеуді негізсіздеп, тергеушінің орнынан босатып, сізде кері қайтарыңыздар, басқа тергеушілер жүргізсін. Бүгіннен басқа вазиятты жасатыңыздар. Қазір біздің осы пікірімізбен, талабымызбен келісесіздер ме, келіспейсіздер ме? Жауап беріңіздерші. Қандай жауаптар? Жауаптар қандай? Балдарымыз қорқыты. Мен уже болды, мен бас істеген жоқпын.
мен не қол қойғанымды мен білмеймін. Біз берген показания бөлек, постановление бөлек. Сіздердің талаптарыңызды, ойларыңызды мен жеткізіп мақсатым. Ата-аналар келемей отыр. Жаңағы Рысбек ағаның сұрағына жауап беріңдер, конкретті сұрақ қой жаңағы. Сұрақтың жауабын алайын. Жауап берсін. Осы мәселені шеше ма? Қашан шешеді? Бүгін ертең деді ғой Сәрсенбай. Шешеміз, шеше осы. Егер шешпейтін болса, халықтың талабы. Ашуға бөле берілмеңіздер ағайындар. Сабыр етіңіздер, сұрақтың жауабын күтейік. Келтіріңіздер, Дауысын шықпайды. Тыңдаңыздар. Дауысын. Қадатайсыңыз, жасынсыз, жасасыз. Оны біз қабылдап аламыз. Тергеу тобына жібереміз. Дәл сондай жаңағы бірнеше ата-аналар айтады ғой, кәмелетке толмағандар. Олар арызданып мүгедектіктерді қабылдаймыз. Сосын тергеу тобына жібереміз. Зерделеп, тиісті шешім қабылданып болады. Бірақ бұны бұлтартпау шарасын қолдану мәселесі сотпен қаралады. Ал тиісті ұсынысты сіздер өздеріңіз бүгін қалдырылады. Бұлтартпау шарасы деген қамалдан босатылды сол мәселе. Дұрыс, осы істі сіздер сотқа тездетіп жеткізіп, сотта осы көпшіліктің жағында болыңыздар. Айыптау жағын дейміз. Жоқ, сот қашан болады? Қашан уақыт болады сот? Екі айт болсуға уақыт жоқ. Жоқ. Сайқал саясат та. Қойып отырмыз, осы тәуелдері бір-екі күнде. Оны қазір шешіп, қыстаға мен ол процесс болып кәрсе, уақыт керек жәрде болса. Қазір айтыңыздар. Менің орным студент болды. Грант иегері Ашимжан Зарина. Ол істегенді сен мойнына алды, осылай екі апартмадан кейін алдым. Құдай жүріп бардым деп, алдым деп алғанымыз қайтарып берді. Соның үйде жазғандарында мәне берді. Еласын алып, басқа жазған ғой. Мысалы, прокурор айтқанда, балаға ешін алып десем, не алып уақытта керек болады, еші керек болады. Мұқты біреу қойған көреді, жәші қойды. Олар қарған ғой, не қоймау. Кеше соған баға ұзатын ба деп көруге барды. Бұның алдына барды. Дауысыңыз апа естілмейді. Ішіне кірмеген даладан алған. Даладан алған. Ол мойындап тұр. Бұның алған елдің бәрі алған. Ет бірінен қарқардан маскелер кісі бар, қарқардан. Соны көріп айтқан. Көбісін мойындап тұр. Соған 15 жыл беріп тұр жаңағы 91-де. Яғни өкіліппен осылай алған раз елдің бәрі алған деп алдым деп. Мені қойын деген сақылды. 19 жастағы балалар Масиловке свояштарына сонда қамаулары қойды. 19 жастағы балалар солардың свояштарына қойды сонда. Бірге істеп тұр ғой. Оның бәрін сіздер біліп тұрса, оның күннің не істегенін, оның жас бала жолы. Бұның қалғанда бұлтыққа қайық деген біле бар. Жас балалар қатысты мен айтып өтірмін. Қазір қабылдаймыз. Сіз осы қабылдайдан кейін міндетті түрде қабылдаймыз. Мына прокурордың өзі бар, мейді қаулы шығарған еді. Мына бала жатпай деген бәрі біріккен неде болған дейді. Мына сот осы судья осыны оқып бірінші мынау несі осыны шешіп шығады ғой. Судья қазақ қой бәрін айтып тұр. Ол балаға кәмәшті өйтпейді ғой. Бәрі массовый порядкқа барған. Алихан Мұрсиндар ісін жазу үшін, қылмыстық ісін жазу үшін. Соны бар мына жерде жаман жазған, батутана ұру ретінде жазған, специалист дегендей. Ондай болмайды ғой, балаға жаны ашса оқыған қазақтар өйтіп істемейді ғой. Мен мама өйтіп айтқан жоқпын дейді, өзі қару алған уақытта керек болды деп айтқан жоқпын дейді. Қылмысым жасырын болғанға қорғандар жоқпын дейді. Сондай нелер жазғызып қойған. Соған қол қойылған. Одан кейін тағы бір айтатыным, сағат 1-де ұсталған баланы сағат 10-да адвокат шақырған. Адвокат маған қол қоймен қол қойсаған. Осы
соға дейін. Бойынша арыз жаздыңыз ба? Неде орда деп тайын бағасын неде жасадың айтшы. Сіз қарасаңызшы, сіз жаңа айтып отырсыз, бірнеше көшеде уәждеріңіз айтыңыз. Осыны қағаз бетіне түсіріңіз. Қағаз бетіне түсіріңіз. Қайсы нәрсемен келіспейсіз? Мынау айтпен келіспейсіз. Басқа жаңағы балаңызға қатысты ол жасалды ма? Бәрін қағаз бетіне түсіріңіз. Мен қорқам, мен 17 кешеге Москве болады дейді. Мен оларды көрген жоқпын дейді. Менің ойыма дейді. Автоматтың бәрі мен алдым деп ойда деп мен алған нәрсе алмаған нәрсе ойдаймын алғаны дейді. Ақша қайда, темекі қайда деп. Неге кешке шейін ұрған ғой мойындаған. Әрбір ұсталған адамдарға міндетті түрде міндеттемелерге қарайды. Мына жерден шығайын, келіспеген уәждеріңіз бойынша міндетті түрде қазір арыз қабылдаймыз. Сейчас я же не знаю, а что писал. Қазір бір тұра істеңіздерші, мына жерде сіздерге осыда түсіндіріп жатыр. Қағазға өшірген прокуратура қызметкерлерінің атына қаратып, қандай талаптарыңыз бар, қалай түсіндіресіздер. Соны қағазға жазып қолдарыңызға түсіндіріңіздер. Ауызша айтылған нәрсе ол қалады, түсініктеме береді. Қағазға жазылған нәрсе тіркеледі. Сөздің ары қарай іске қосылады. Тағы кім бар жағдайын айтатын, түсіндіреді. Болдыңыздар ма? Арыз шағымына келген кісілер. Сіздер бұл арыз шағымдарыңыз жоқ па? Микрофонда. Surat qo'yamda. Kim yerlan? Surat qo'y. Proyagda suratni tuzib yurishdi. Ishqanday terroristlik Mana kimdi Ruslan chaqirmadinglarmi so'gi? Qaytib qo'yding. Prokurorlar xalqni qabıldab жатыр. Endi natija bo'ladimi, bo'lmaymi endi do'st. Turg'unlar.